Менің есімім Нұржан, жасым 32-де, тележүргізуші, сценаристпін. Айна Досмахамбетқызы, жасым 33-те, метод бағдарламалау мектебінің атқарушы директорымын. Менің атым Жеңіс, 97-ші жылғымын, 21-демін қазір. Видеоблогермін, интернетте, желіде әзіл-сықақ видеолар түсіреміз. Мен Қызылорда қаласында спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернатты бітірдім. Интернатта оқығанмын. Оған дейін бірақ қарапайым мектепте де оқыдым. Менің соңғы оқыған мектебім ол болашақ мамандандырылған жеке мектеп. Бітірген жылым 2002 жыл. Мен Тараз қаласында оқығанмын. Тараз қаласында 8-ші гимназияда. 1-2 класты 24-ші орыс мектебінде оқығам. 1-ші сыныпқа Айнабұлақтағы 137-ші мектепке барғанмын. Одан кейін 2-ші сыныпта сол ықшамаудандағы 110-ші мектепке бардым. Одан кейін алғаш ашылған қазақ гимназиясы 164-ші мектепке бардым. Одан кейін 147-ші мектеп. Одан кейін осы болашаққа түстім, сол жақтан аяқтадым мектепті. Мен сөйлеп қалған бала болдым. Мен сөйлей беретін едім. Күлдіртуге тырысатын сапасыз әзілдер ғой, әрине. Бірақ сонда да тырысатынмын. Не үшін керек екенін оны білмедім. Сондай бала болдым. Тым қазақша сөйлемейтінмін мен. Таза орыс етін. Тек қана орысша сөйлейтін, сосын жаңа апалармен де айтты. Ойбай, масқара, бұл бала орыс болып кететін болды деді да, сонымен қазақша мектепке берді. Ол жақта біраз қиналып, ереже деген сөздің аудармасын білмейтінмін сол кезде. Бір мұғалім атын айтпай қойын, ақайлап, ұрсып, арасында ұрып. Мен сол кезде туалетке сұранып, мамама звондап, жылап сұрағам, мам, что такое ереже, ужас, тут детей бьют за это деп. Мен негізі үнемі асығамда жүрмін, мектепке де асықтым, өйткені мен 6 жасқа толмай тұрып бардым мектепке. Өзімнен 1 жас үлкен балалармен мектепке бардым. 1-ші сыныпта оқып жүргенде класста 2 қыз бұзық болатынбыз, мен және қасымдағы Гүлмира деген қыз. Білмеймін не екен осы, қайта-қайта олармен төпелесе беретін. Маған бәрібір етін, бұзық бала етін мен. Бірінші әсер, егер мен қателеспесем, киімді бүлдірмеу деген ой болды менде. Өйткені таяқ жеймді. Сосын біреу жақындап кетсе, өстіп ақ көйлегімді сөйтіп солардан қорғап, аяғым басып кетпесін, туфлиім басып кетпесін ешкім деп сөйтіп жүргенім есімде. Сосын менің классымда барлығының бойы менен жоғары болды, биік болды. Мен ең аласа бойлы адам болдым класста. Бұлай успеваемыз тек керемет болған жоқ, бұлай оқыдым. Мен ірі етін балдардың арасында. Сондықтан мен сол начальный класстарда, бастауышта өзім сол бала етін бәріне тесетін. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші сыныптар бұл қарапайым жай мектептер болды. Ол жақта баяғы осы линейкамен бастан ұру дейді ғой, ондайдың бәрі болған бізде. Ал 164-ші мектепке өткенде гимназия мүлдем бір шетелдегі бір мектепке барған сияқты болдым. Себебі ол жақта жаңа гимназия, оқу кәдімгідей ауыр болды. Одан басқа біздің барлығымызда гимназисттерде қызғылт түсті пиджак болатын. Бұлай болды, классқа кірдім, сразу лидерлерін анықтап алдым мен. Лидерлерімен сөйлесіп алдым. Біреусімен төбелестім, ол таяқ жеді менен, повезло мне. Сосын екіншісімен дос болып алдым, болды. Мектепке білім алуға емес, көңіл көтеруге баратын едім мен. Болды, айтып тұрмын, менің бойым кішкентай болғаннан кейін барлығы күлетін маған. Менің бойым кішкентай болды, осы класстың баласы деп неше түрлі нәрселер айтатын, аяқтарыңды абайлап жүріңдер, басып кетпеңдер Нұржанды деген сияқты нәрселер болды. Бірақ оның да плюсы бар да, барлығымыз былай стройға тұрамыз ғой. Менен кейін қыздар басталатын да, қыздардың жанында тұратын. Ол мектептің ғимаратын жай мектептен бөліп тұратын бір есік қана болады. Ол мектеп жай мектеп, біздігі гимназия мектеп болады. 1 жылдан кейін сол есікті ашып, бір мектеп қылып тастады, 147 қалды. Гимназия деген аты болмаса, заты қалған жоқ. Сол кезде мен осы Америкада буллинг дейді ғой, сондайға тап болдық. Мен мысалға мектепте толстый деп атайтын. Толстый деп те атайтын, там толстяк, жирный, все это слышал, это было в шутку. Менде физикалық күш көп емес етін да мектепте. Бірақ мен өте жақсы тіл табыса алатын адаммен. Мен кішкентай кезімнен қанша нашар әзілдесем де адамның дене бітіміне, жаңағы өзінің бойындағы бір ерекшеліктеріне басқа күлмейтінмін. Мен істеген істеріне күлем, айтқан сөздеріне күлем, бірақ бұлай ешкімді олай кемсіткен емеспін.
98 ба сол жылдары андай талпана талпу рамс дейді ғой, төбелесу сондай шарқырап тұрған кезеңі. Сөйтсек жай мектепте андай мектепті ұстап тұратын қыздар болыпты. Бізді біртіндеп түрткіліктей бастайды. Мысалы әжетханаға кірсек, анау бордовый пиджачки пришли, умники пришли деп тисе беретін бізге қайта-қайта. Басқа қыздардан, крутой емес қыздардан сыныптардан сосын ақша жинайтын. Олар біздің сыныпты сол счетчикқа отырғызып, аптаның соңына дейін сіздердің сыныптарыңыздан 300 теңге сөйтіп жинап гараждың артына әкелесіңдер дейді. Жалпы адамдар бар, психологический давление болса кішкене сразу сынып қалатын. Сондықтан да мен ойлаймын, баланы өсірген кезде оны тегі тәтті қылып өсірмеу керек, андай бәрінен чуть-чуть сразу сынып қалатын. Өйткені өмірде ары қарай ол кетпейді ғой өтіп. Ары қарай өмірде ешқандай справедливость жоқ вообще. Төбелесеміз, тепкілеп тастаймыз, бүйтеміз, сөйтеміз деген қорқытатын. Сөйтіп, бірінші апта біздің сыныптан қарасақ, елдер жинап жатыр ақшаны. Біз бесеуміз айтамыз, өйтуге болмайды, жинамаңдар деп. Сосын өзімізше сол қорғаймыз деп, анау жай мектептің сол крутой қыздармен кездесетін болдық. Гараждың артында. Өзіміз қорқамыз. Мен өзім баламды тіпті таразда оқытқым келеді бір жағынан. Сөйтіп гараждың артына бардық. Ана жақта блатной базар кәдімгідей. Қыздардың қолдары қалтада кәдімгі түкіріп тұрады. Кәдімгі не сияқты бір мужик сияқты, пацан, сондай қыздар, ешқандай женственность жоқ оларда. Мақұл қыздар, Қыздарға это басқа ол. Андай не әңгіме басталды. За базар отвечаешь, не отвечаешь. Екі қыз төбелесетін болды рас. Ол жақтан бір қыз шықты, енді крутой болып саналатын да, күшті төбелесетін. Сөйтсек біздің қыз ананы сабалап тастады кәдімгідей. Қазір джентльмендер аз болып отыр, кішкентай кезінен ше, сол қыз екен деп қарайтын. Екіншіден ол қыздың психикасын құрту өте оңай. Ашин шашын дұрыс емес бояп қойдың десе, уже крышасы кетіп қалатын қыздар көп. Ана жеңіліп жатқаны сезінді. Бірден у меня брат есть такой-то деп бір нелерді айтып, группировкаларды айтып бастады. Аяғынан біздің қызды жеңілгендей қылды да. Бірақ түсінді, біз оңай берілмейтінімізді, біз бесеуміздің оңай берілмейтінімізді түсінді. Кішкене сосын бізге тиіскен жоқ одан кейін. Бойымның ұзын болмайтыны алдын ала белгілі болды ғой енді. Сондықтан туысқандарымыз, әпкелеріміз, тәтелеріміз, көкелеріміз барлығы ертең армиядан келгеннен кейін бәрінен ұзын боласың деп сөйтіп маған моральдік тұрғыда кішкене көмек беретін. Мен соған ертең армиядан келейін деп сөйтіп жүре беретінмін. Қазір ойлап қарасам, кәдімгі ақылға сыймайтын, кәдімгі қауіпті нәрсе. Неге сол кезде ата-анама айтқан жоқпын, сол мен түсінбеймін да. Ол кезде егер сен біреуге айтсаң, кәдімгі бір западло саналатын да. Бірақ ақмақтықта былай қарасаң, себебі ана жақта кәдімгі таяқпен тебеді, іштен тебеді, шаштан жұлады да мысалы. Бірақ маған әзілдеткенде мен в ответ әзілдететін. Екі есе қаттырақ қылып, миымды қосып, неменеге ол бәрін әзілге айналдыру керек. Ондай бір ауыр сөзді айтқан кезде сол адам уровеніне түсіп, жынданып, бүйтіп сөйтіп, ол адам саған тиіскен кезде он этого и добивается. Бірақ сол завучтың көзіне де түстік. Ата-анамызға да ол шағым жасады, сөйтіп қайта анам директорға келе бер шаршағаннан кейін ол мені сол мектептен алып кетті да, жеке мектепке берді. Әкем де, ағам да өте қатан адамдар етін. Өсіп-өсіп деп ешкім сөйлеспеген. Шешем кейбір кезде еркелететін, оның өзі қатал адам етін да негізі. Сондықтан да білмеймін, мен қатты уайымдамайтынмын ондай нәрсені. Мен сол мектепке барсам, масқара, мен кәдімгідей андай деңгей мынандай екен да. Менің ойлаған бойынша сол крутой қыздармен кәдімгідей араласу, солармен дос болу, бұл кәдімгідей бір өмірдің мәні да. Кішкентай кезден сөйтіп өсірді. Мен әкем айтатын, уайымдамашы екен. Өйтіп басыңды қатырма, өмір тез өтіп кетеді. Уайыммен өтесің дейді да, сөйтіп айтады. Сол әкем сөзін есте әрқашан аламын да. Неге мен қиналамын, өмірімді неге қиналып мен бүйтіп өткіземін. Қиналмай әшейін істейтін нәрсені істеу керек, істемейтін нәрсені істемеу керек. Мен ашып тастады әке-шешем. Характерін шығарып тастады сыртқа, чтоб мен өзімді көрсете алатындай, айта алатындай. Соның бәрі осыған келді ғой жалпы. Мен ұялмаған соң істейтін нәрсені істедім. Жеке мектепте балалар қай театрда қандай постановка болып жатыр, соны біледі екен. Жазда шетелге барып бір лагерлерге барады екен, ағылшынша керемет сөйлейді екен, қытай тілін оқиды екен. Сол мектепке барып мүлдем басқа деңгейді көрдім. Мүлдем басқа өмірді көрдім. Буллинг деген ол жерде жоқ. Мен
мен балалардың өздеріне емес, ата-аналарына кеңес берер едім. Ата-ана баланы қолдау керек, ол ең үздік бала екенін, барлығынан мықты екенін, уақытша осындай бір майда-шүйда қиыншылықтардың оның өміріне алдағы уақытта ешқандай әсер етпейтінін жеткізетіндей, барлығы ата-анаға байланысты сондай бір махаббатта, сүйіспеншілікте өскен балаға мектептегі анау мынау әңгіме менің ойымша әсер етпейді. Бірінші кезекте менің беретін кеңесім ол ата-анаға бірден айту. Бірден ата-анаға айту. Достарыңа да емес, себебі олар ондайдан өткен, көрген, білген тәжірибесі бар. Баланың ішіндегі сырын білу керек, бәрін білу керек, сөйлесе білу керек, соның бәрін шығару керек баладан. Қазір балалар біздің кезге қарағанда бойында агрессия көбірек сияқты, менің ойымша. Біз кішкене ақымақтау болдық па, ондай нәрсені байқамадық па? Ата-ананың да баламен сөйлесуі, мысалы, ашық сөйлесу, сондай проблемаларды өздері айтуы өте маңызды. Бізден ата-анамыз ешқашан сұраған жоқ, сен мектебінде қандай проблема болып жатыр, не болып жатыр деп. Мүмкін сол себепті болар бізде айтқан жоқпыз ашылып та, мысалы. Екіншіден, ондай балдарға мен айтарым, уайымдайтын нәрсені уайымдаңыздар. Уайымдамайтын нәрсені уайымдамаңыздар, керек емес. 10 жылдан кейін мәнісі бар затты ойлаңыздар. Ол кейін 1-2 айдан кейін, 1 аптадан кейін, 1 жылдан кейін мәнісі жоқ нәрсені ойлағаннан пайдасы жоқ. Сіздер оны уайымдап, ішіңізден күйіп, нервіңізді кетіріп, басыңыз да ауырады, болмайтын нәрсе ол. Қасыңыздағы адамдардың бәрі өзгереді, ол мектеп деген мәңгі нәрсе емес. Бізді тәрбиелегенде әрқашан әділдікке бағыттаған. Мен түсінемін, ақша жинау ол әділдік емес. Ол әділетсіздік, мен сондай нәрселерді түсінетінмін, мүмкін сондықтан қорықпай баратынмын. Әділеттік ол бәрібір жеңіп шығады. Менің басымнан өткені ол шынымен солай болып шықты, әділеттік жеңді. Өзіңіздің айналаңыздан ләззат алуға тырысыңыз. Сол жерде бейімделіп, сөйлесіп, қорықпаңыздар. Ең бастысы қорықпау керек. Дәл сондай ситуацияға түскен адамдарға тек қана беретін кеңесім бұл әрқашан үлкен адамдардан көмек сұрау. Қорықпау. Тіпті милицияға да дейін бару, бұл қазір проблема. Бір жылдан кейін ол проблема болмайды. 2 жылдан кейін проблема болмайды. Сондай нәрсені түсіну керек та, андай западло, мападло деген бәрі ол қалады. Бұл жерде әркім өз өмірін ойлау керек. Бір нәрсені әр кез есте сақтау керек. Қазір өтіп жатқан нәрсенің барлығы ол уақытша нәрсе. Оның барлығы өтеді, жарқын өмір алда.